Сөз жаным ырыс дейді. Иә. Мынау мен өзім төркінге барғанда үнемі айтам. 22 наурыз күнімді дастарханды сынып кете жаздап, үстіне дүниенің жаңағы ас мәзірін қойып, қыдыр келеді деп күтіп отырма. Қыдыр қыз келгенде келеді дейді. Вот, пожалуйста. Қыз келгенде қыдыр келеді деп, төркін қызды шақыру керек. Өзі отбасында, төркінінде сонда қонақ шақырып, қонақ күтіп, құрметті білген келін қызды құрметтейді. Пожалуйста. Қызды қарсы алады. Сондықтан төркініміздегі келіндерге Құдай ақыл берсін, парасат берсін, қызды налытпасын. 40 қарғыстан бір нала жаман дейді. Қыз налынып шықса, ол отбасында береке де болмайды екен, жақсылық та болмайды екен. Сондықтан да жаңағы Құдай келіндерге, інілер еш уақытта сені жаман көрмейді. Келіндер ақылды болып, дастарханын жайып, әпше келіп, дәм тұз татыңыз, әпше келіп, соғым сойып атырмыз деген сөзден басқасын керегі жоқ. Ешкімде екі асқазан жоқ, қойған нәрсең бар опырып сабалатын. Сондықтан да Алла жаңа құрметімізді азайтпасын. Ағайын туыс, жолдас жора, көрші қолаң, дос, құрбы бар, бірақ төркіннің жөні бөлек. Ол жерде біз өскенбіз, ол жерде біз дүниеге келгенбіз, ол жерден өсіп, қанатымызды қатайтып, өз жаңа туын көтеретін елімізге кеткенбіз. Елді жаңағы жақсы төркін жиенге жанашыр болады дейді. Қызға құрмет көрсетеді дейді. Сонда олардың байлығы да, барлығы да еселенеді екен. Алла содан кемітпесін. Менің өзімнің үнемі айтатыным бар. Қазақтың заңғар ақыны Қадыр Мырзалиевтің сөзі бар. Мейлі сен майдасың ба, ірісің бе, адамды қадірлейік, тірісін де. Өлгенін, жерлегенін күтіп жүрмей, мақтан етіп айтайық әр ісінде дейді. Әр қайсымыздың кішкентай болса да ісімізді мақтан етіп айтса, ол ұрпаққа өнеге, келешекке берілген тәрбие. Қазақта тағы да сөз бар. Мен жаңағы Қазығұрт ауданының, Қазығұрт округінің әжелер алқасының төрайымы ретінде әжелерімді неге жібердім? Түркістандағы 43-ші арнаға тікелей сұхбат, тікелей эфирге барды.